Сәлеметсіздер ме? Теңсіздіктер бөлімі бойынша жиынтық бағалау есептерін талдаймыз. Бірінші есеп x-тің қандай мәнінде 2x қосу x квадрат минус 24 өрнегі теріс мәндерді қабылдайды. Яғни бұл бізде квадрат теңсіздік. Берілген теңсіздікті жазып алайық қайтадан. X квадрат қосу 2x минус 24 теріс мәндерді қабылдайды, яғни нөлден кіші сандар. Ары қарай нөлдерін тауып аламын. X квадрат қосу 2x минус 24 тең 0. Қандай сандарды қосқанда? Минус 2, көбейткенде минус 24. Так, 6 мен 4 көбейтіндісі 24 болады. Енді таңбасын анықтайық. Минус 6 және 4. Минус 6 бізде қатаң теңсіздік. Нүктелерімізді боямаймыз. Аралыққа бөлемін. Минус 6 мен 4-тің арасынан 0 аламын. 0, 0, 0, минус, минус, плюс, плюс. Бізге 0-ден кіші аралық керек. Сонда минус 6-дан 4-ке дейінгі аралық. Яғни осы аралықта бізге берілген өрнектегі x. Осы аралықта бізге берілген өрнек теріс мәндерді қабылдайды екен. Екінші есеп, тіктөртбұрыштың ұзындығы енінен 4 см-ге артық. Егер тіктөртбұрыштың ауданы 96 см квадраттан артық болса, оның өлшемдері қандай болуы мүмкін? Кез келген тіктөртбұрыш ұзындығы енінен 4 см артық. Ені x болса, онда ұзындығы x қосу 4 болады. Тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін x-ті x қосу 4-ке көбейтеміз. Яғни ұзындығы мен енін көбейтеміз. Енді осы 96 см-ден артық болса, x қосу 4 артық 96-дан. Жақшаны ашам, x квадрат қосу 4x минус 96 артық 0. Тағыда 0-ге теңестіремін. X квадрат қосу 4x минус 96 тең 0. x1 мен x2-ні қосқанда минус 4. x1 мен x2-ні көбейткенде минус 96. Қандай сандарды көбейткенде 96 шығады? Қосқанда минус 4 шығады. Так, 96. 12 мен 8-ді. 12 мен 8. 12, 8. Минус 12 болады. Ары қарай. Тағы да қатаң теңсіздік. Минус 12, 8. Интервалдар әдісі арқылы аралықтарға бөлдім. Мына жерден 0 аламын. Минус, плюс, плюс. Бізге артық аралық керек. Плюс аралықты аламыз. Сонда минус шексіздіктен минус 12-ге дейін. 8-ден плюс шексіздікке дейін. Және бұл жерде ескеретін нәрсе, бұл жерде бізге тіктөртбұрыштың ұзындықтары беріліп тұр. Сондықтан біз мына минус шексіздіктен минус 12-ні алмаймыз. Тек қана есептің жауабы 8-ден плюс шексіздікке дейін болады. Тек қана оң сандарды аламыз. Тіктөртбұрыштың ұзындықтары болғандықтан, ені де ұзындығы да бізде тек қана оң сан болады. Үшінші есеп, теңсіздікті шешіңіз. Бұл жерде алымында 10 саны тұр, бөлімін ғана қараймыз. Так, бөлімі 0-ге тең болмау керек. 4 азайту 2x тең емес 0-ге. X қосу 2 тең емес 0-ге. Ары қарай осы теңдеуді шығарамыз. Минус 2x тең минус 4 тең емес. X тең емес 2-ге. X тең емес минус 2-ге. X-іміз 2-ге және минус 2-ге тең болмау керек. Бұлай да жазуымызға болады. Так, минус 2. Боямаймыз. Бұл жерде қатаң емес теңсіздік тұрса да, себебі бұл нүктелер жауапқа кірмейді. Так, таңбаларын анықтаймын. Мына аралықтан 0-ді аламын. 0-ді қоям, 0-ді қоям. Аралық плюс, минус, минус. Бізге кіші аралық керек. Сонда минус шексіздіктен минус 2-ге дейін, 2-ден плюс шексіздікке дейін.
Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. Төртінші есеп. Бірінші x-тарды бір жаққа, x жоқтарды бір жаққа топтастырам. 4x минус x артық немесе тең 1 қосу 5. X квадрат минус x азайту 6 кіші 0-ден. Мынау менде болады 3x артық немесе тең 6. X квадрат минус x минус 6 кем 0. Екеуін жеке-жеке есептеп аламын. Біріншісі 3x артық немесе тең 6. X артық немесе тең 2. Екіншісі x квадрат минус x минус 6 кем 0-ден. X квадрат минус x минус 6 тең 0. Қандай сандарды қосқанда 1, көбейткенде минус 6 шығады. Так, 3, 2, 3-те минус 2. Енді осының барлығын саламын. Так, 2 координаталар өсін сыздым. Біріншісіне 2-ні белгілеймін, екіншісіне минус 3 пен минус 2-ні белгілеймін. Так, минус 2, 3. 2-ні мына жерге белгілеймін, және ол боялады, себебі қатаң емес теңсіздік. 2-ден үлкен сандар. Мына аралыққа бөлеміз. 0 аламын, минус, плюс, бізге кем, яғни мына аралық керек. Енді осы екеуінің қиылысуын аламыз. Бұл сонда теңдеулер теңсіздіктер жүйесінің шешімі болады. Жауабы 2-ден 3-ке дейін.